Мамыр айында ғана жекпе-жегін өткізген Данияр Елеусінов күзде шаршы алаңға оралады. Олимпиада чемпионы 13 қыркүйек күні Нью-Йорктегі Madison Square Garden кешенінде өтетін бокс кешінде шаршы алаңға шығады. Қарсыласы әзірге белгісіз. Кештің басты жекпе-жегінде Девин Хей мен Заур Абдуллаев жұдырықтасады. Естеріңізге салайық, Данияр Елеусінов 27 шілде күні ақштың Арлингтон қаласындағы Колледж Парк Центр кешенінде өтетін бокс кешінде мексикалық Оскар Кортеспен жұдырықтасу қажет болатын. Алайда отандасымыздың денсаулығы сыр бергеніне байланысты жекпе-жек кейінге қалдырылды. Тағы бір қазақстандық кәсіпқой боксшы Мейірім Нұрсұлтановтың кезекті жекпе-жегінде жеңілістің дәнін татпаған боксшымен жұдырықтасатын болды. Кәсіпқой бокста әлі жеңілістің дәнін татпаған отандасымыз 24 тамыз күні Ресейдің Челябинск қаласында өтетін бокс кешінде жекпе-жек өткізеді. Орта салмақта өнер көрсететін Мейірім Нұрсұлтанов ресейлік Артур Осиповпен жұдырықтасады. Ал бұл кештің басты жекпе-жегінде жартылай ауыр салмақтағы WBO чемпионы Сергей Ковалев британиялық боксшы Энтони Ярдпен қолғап түйістіреді. Айта кетейік, Мейірім Нұрсұлтанов соңғы жекпе-жегін 24 наурыз күні пуэрто-рикалық Луис Эрнандеске қарсы өткізіп, төрешілердің шешімімен жеңген болатын. Сондай-ақ бұл кеште тағы бір жеңіліс дәмін таппаған қазақстандық боксшы Жан Касабутский шаршы алаңға шығуы мүмкін. Аустралиялық аусбоксинг басылымы екінші орта салмақтағы WBS Азия, WBO Global және WBA International белбеулерінің егері қазақстандық боксшы Айдос Ербосынұлына таңданысын жасырмады. Бұған дейін Айдос Ербосынұлы секілді кейіпкерді кездестірмедік. Жеңіліс дәмін татпаған қазақ 14 тамыз күні No Limit Boxing кешінде Рокки Джаркишпен жұдырықтасады деп жазды басылым. Үш түрлі чемпиондық белбеулердің егері Айдос Ербосынұлы WBA тұжырымының жаңартылған рейтингінде ең үздік 10 боксшының қатарына кіргенін жазған болатынбыз. Қазір ол 8-ші орынға жайғасқан. Екінші орта салмақтағы жұдырықтасатын отандасымыз шаршы алаңда 11 жекпе-жек өткізіп 8 кездесуде уақытынан бұрын аяқтаған. Бұл салмақта WBA тұжырымы бойынша әлем чемпионы атағы Ұлыбританиялық Калум Смитке тиесілі. Бұған дейінгі жекпе-жегінде Айдос Ербосынұлы Лукас Ндафолумен жұдырықтасып, төрешілер шешім бойынша жеңіске жетті. Жапонияның астанасы Токиода өтетін дзюдодан әлем чемпионатында ел намысын қорғайтын балуандардың есімдері белгілі болды. Сонымен біздің құрама сапында мынадай татами шеберлері өнер көрсетеді. 60 келіде Елдос Сметов пен Ғұсман Қырғызбаев, 66 келіде Ерлан Серікжанов және Елдос Жұмақанов, 73 келіде Жансай Смағұлов, 81 келіде Дидар Хамза мен Руслан Мұсаев, ал 90 келіде Ислам Бозбаев. 100 келіде Айбек Серікбаев өнер көрсететін болса, аралас командалықсында 70 келіде Серік Ақылбек, 90 келіде Ислам Бозбаев және плюс 100 келіде Ерасыл Қажыбаевтар ел намысын қорғайтын болады. Дәл қазіргі сәтте Қазақстан ұлттық құрамасы Бурабайдағы жақсы спорттық базасында соңғы оқу-жаттығу жиындарын өткізіп жатыр. Қазақ ингушы лақабатымен танымал кикбоксшы Алихан Аздаев Солтүстік Кавказдың ашық кубогында топ жарды. Қазақстандық спортшы лоу-киктен 3 кездесуде қарсыласынан басым болып, 67 келіде жеңімпаз атанды. Естеріңізге сала кетейік, Алихан Аздаев кикбоксингтен 3 бірдей чемпиондық белбеудің иегері. Бейне материал ұнаған болса лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк басыңыздар. Қазақ батырлары арнасына жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Сондай-ақ пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Бұл біз үшін маңызды. Әрқашан спорт әлемінде тек жеңістермен жолығайық.